осы сабақта 6 сабақтың жалғасты сөздерін үйренейік. Жеке сөздерін. Біз алдыңғы сабақта ел мемлекет атауларын үйрендік қой деймін. Го дегеннің Чоңго, Дего, Ыго, Фаго, Ханго, Мэйго, Жыбынго, Инго деп үйрендік. Енді ары қарай сөздерді жалғаймыз. Рен деген адам. Рен адам. Пьена. Рен адам. Осы рен деген сөзде біз осы пьемен намен жазылатын екі-үш сөзді көрсеткенбіз. 8 деген сөз аралық болады, мына екеуінде. Мынау рен деген сөз. Бұның пьесі үлкен, насы кішкенерек. Бірақ ортасы қалайды, біріне-бір қосылып жазылады. Ал енді келесі сөзіміз. Шөші. Осы 6 сабақтың тақырыбының өзіне міне, о шөші ханю болады. Мен үйренем Қытай тілін. Бірайша айтқанда мен Қытай тілін үйренемін. Шөші. Шөші. Шөші деген сөзіміз үйрену. Оқу, үйрену. Шө деген сөзіміз есімізде бар ма? 5 сабақта үйрендік қой. Мектеп деген сөз. Шөшау. Сондағы шө. Ши, ден, ти. Шө деген сөз. Ден, ти, пе, хангу, хангпе, шогу, ханг. Ши дегеніміз. Хангжэгу, ден, ти. Шөші, үйрену, оқу деген мағынаны білдіреді. Келесі. Осы біздің үйреніп жатқан тіліміз Қытай тілі. Енді осының Қытай иероглифтері, Қытай әріптері дейміз ғой. Бұны не деп айтады екенбіз? Ханзы, ханзы, ханзы. Ханзы дегеніміз Қытай әріптері, немесе Қытай иероглифтері. Хан деген сөз ден, ти, хангпе. На. Зы дегеніміз ден, пе, хангу, хангпе, шогу, ханг. Ханзы. Қытай иероглифі, Қытай әрібі. Енді осы Қытай әріптерін оқимыз, үйренеміз. Енді осыны бізге айту деген сөз. Дыбыстау. Қарай айтады екенбіз? Файин айтып, дыбыстау деген сөз. Файин, файин, фа, ин. Ин деген сөз дыбыс. Фа дегеніміз тарату деген сияқты сөз. Фа. Шоужы, пе, хангпе, дена, ден, фа. Ин, ден, ханг, ден, ханг. Астында шу. Жы деген сөз ғой енді. Ханг, жы, ханг, ханг. Фаин, дыбыстап айту деген сөз. Келесі сөз. Біз қазақ тілінде айтамыз. Бұл не? Мынау не? Осындағы не, немене деген сөз бар. Қазақ тілінде сұрақ. Не деген сөз? Шын ма? Не деген сөз. Шын ма? Шын ма? Пе, шу, ханг, шу, шын ма? Пе, пе-жы, ден. Шыма, не, немене деген сөз. Келесі. Кітап деген сөз. Шу, шу кітап. Ханжы, ханжы гоу, ханжы, ханжы гоу, шу. Ханжы, ханжы гоу, шу, ден. Мына кітабымызды қарай айтады екенбіз? Шу кітап. Мына үстіңгі сөздерді өшірдім. Келесі сөзі. Кім дейміз? Бұл кім? Шей немесе шөй деп айтады екенбіз.
你是谁 сен кімсің 你是谁 немесе 你是谁 谁 немесе 谁 айта береміз 谁 немесе 谁 деп те айтады екенбіз, иә? 点横着体撇竖点横横横竖横. Мына екі жағындағы сөздің асты жазылуы тең бірдей болады да, ортасындағы сөздің асты үсті қайтеді, кішкене асты үстіне шығып тұрады, иә? 谁点横着体撇竖点横 ортасында екі хан, шу, хан. 谁 кім? мысалы, сен кімсің? 你是谁? сұрақ. сен кім? иә? 你是谁? келесі сөзіміз д жалғау сөз, иә? д. бұл тон белгісі кейде осы Қытай тілінде байқап отырсаңыздар, кейбір сөздерде тон белгілері қойылмайды үстіндегі мынандай, иә? ол көбінде сіздің өзіңіздің интонацияңызға байланысты қолданасыз. сіз сұрақ мағынасында ма? или ұрсып тұрсыз ба? или жай хабарлап айтып тұрсыз ба, иә? сондықтан көп кейбір сөздер бар, тон белгілері қойылмайтын. Бұны біз қайтеміз? Өзіміздің интонациямыз арқылы, иә? Енді мына д деген сөз жалғау. Ниді сенікі, иә? Оды менікі, д көбінде жалғау болады. Алды бәй деген сөз бұнда пе, хың, жықу, хың, пе, хың, жықу, жалғау, иә? д сөздердің ортасында көп қолданылады. Енді бүгінгі сөздерді бір рет оқып шығайық, иә? рен, адам, рен, 学习 үйрену, оқу, 学习 汉字 Қытай иероглифі, 汉字 发音 дыбыстау, айту, 发音 什么 не, немене, 什么 书 кітап, 书 谁 кім, 谁 жалғау, рен, адам, 学习 үйрену, оқу, 汉字 Қытай иероглифі, 发音 дыбыстау, 什么 не, немене, 书 кітап, 谁 или 谁 кім, жалғау, рен, 学习 汉字 发音 什么 书 谁 жақсы достар, міне бұл 6-шы сабақтың тағы да бір жаңа сөздері. Сіздерге сәттілік. Сау болыңыздар.